Арыстан мен тышқан. Бірде Айбынды арыстан өз апанының алдында мамыражай ұйықтап жатты. Ол өте қатты ұйқыға кеткен еді. Осы кезде кіп-кішкентай тышқан жүгіріп келіп, байқаусызда арыстанның үстінен секіріп өтті. Арыстан оянып кетіп, ашуланғаны сондай, тышқанды табанымен басып қалды. Ол оны жеп қоймақшы болды. Тышқан қатты қорқып, аңдар патшасы, мені жібере көр. Күндердің күнінде менің де саған көмегім тиер, деп жалынды. Арыстан мұна сөзді естіп, мұна кіп-кішкентай тышқан маған қалай көмектеспек, деп күлді де оны босата салды. Арада біраз уақыт өтті. Бірде арыстан аңшылардың құрған торына түсіп қалды. Ол қанша тырысса да тордан шыға алмады. Арыстан шарасыз күйде ақырып, бүкіл орманды басына көтерді. Мұны естіген тышқан бірден жүгіріп келді. Ол өзінің өткір тістерімен мықты арқандарды шырт-шырт қия бастады. Көп ұзамай тышқан торды тесіп, арыстанды босатты. «Көрдің бе, арыстаным?» деді ол. «Кішкентай тышқан да аңдар патшасына көмектесе алады екен». Содан бері арыстан мен тышқан айнымас дос болып кетікті. Кішіні қорлама, көмегі тиер зорға деген осыдан шыққан деседі. Достар, егер сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып арнамызға жазылыңыздар.